Қайырлы күн, құрметті достар, менің есімім Шолпан, мен мұғаліммін. Бүгін біз қарлығаш адамның досы тақырыбында диктант жазамыз. Видеоның соңында мәтіннің толық нұсқасы шығады, өздеріңізді тексеру үшін. Ал ендеше мәтінмен танысудан бастайық. Қарлығаш адамның досы. Бала балалығын істеді. Қарлығаштар үйге ұшып келгенде, орнынан атып тұрып, қуып жібермек болды. Нұрмолда оны ұстап қалды да, жай ғана бөксесіне соғып жіберді. Төлеген жалт қарады. Қарлығашқа тиюші болма, үркітпе де, тиме де. Ол да мына сен сияқты балапан өсіреді. Қарлығаш деген адамның досы, адамға жақын, өте жақсы құс. Оған ешкім тимейді. Сен де тиме деп әкесінің сөзін қостап, Күләнда да Төлегенге ақыл айтты. Қызының осы сөзі қамшы болды да, Нұрмолда адамның досына қайта қарады. Өте бір нәзік жәндік, сәнді, сұлу құс. Бауыр жүні аппақ, шымқай қара, ала мойын, айыр құйрық. Дауысы шық-шық етеді. Темір қалақтай жұп-жұқа қанаттары сусылдап, бірде-бір тыным таппайды. Ұя салып болғанша тыныстар емес. Алматыда салынып жатқан темір құрсаулы, жер сілкінуге төзімді үйлер сияқты шырмап, өрелеп жатыр. Ендеше біз мәтінді толық тыңдап шықтық. Енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен мәтіннің тақырыбын жазайық. Қарлығаш адамның досы. Жазамыз. Қарлығаш адамның досы. Бірінші абзац, бірінші сөйлем. Бала балалығын істеді. Жазамыз. Бала балалығын істеді. Сөйлемді тексереміз. Бала балалығын істеді. Келесі сөйлем. Қарлығаштар үйге ұшып келгенде, орнынан атып тұрып, қуып жібермек болды. Жазамыз. Қарлығаштар үйге ұшып келгенде, орнынан атып тұрып қуып жібермек болды. Сөйлемді тексереміз. Қарлығаштар үйге ұшып келгенде, орнынан атып тұрып, қуып жібермек болды. Келесі сөйлем. Нұрмолда оны ұстап қалды да, жай ғана бөксесіне соғып жіберді. Нұрмолда оны ұстап қалды да, жай ғана
бөксесіне соғып жіберді. Сөйлемді тексереміз. Нұрмолда оны ұстап қалды да, жай ғана бөксесіне соғып жіберді. Келесі сөйлем. Төлеген жалт қарады. Төлеген жалт қарады. Сөйлемді тексереміз. Төлеген жалт қарады. Келесі сөйлем. Қарлығашқа тиюші болма. Жазамыз. Қарлығашқа тиюші болма. Қарлығашқа тиюші болма. Келесі сөйлем. Үркітпе де, тиме де. Жазамыз. Үркітпе де, тиме де. Сөйлемді тексереміз. Үркітпе де, тиме де. Келесі сөйлем. Ол да мына сен сияқты балапан өсіреді. Жазамыз. Ол да мына сен сияқты балапан өсіреді. Сөйлемді тексереміз. Ол да мына сен сияқты балапан өсіреді. Келесі сөйлем. Күләнданың сөзі. Қарлығаш деген адамның досы. Адамға жақын, өте жақсы құс. Жазамыз. Қарлығаш деген адамның досы. Адамға жақын, өте жақсы құс. Сөйлемді тексереміз. Қарлығаш деген адамның досы. Адамға жақын, өте жақсы құс. Келесі сөйлем. Оған ешкім тимейді. Жазамыз. Оған ешкім тимейді. Сөйлемді тексереміз. Оған ешкім тимейді. Келесі сөйлем. Сен де тиме деп әкесінің сөзін қостап, Күләнда да Төлегенге ақыл айтты. Жазамыз. Сен де тиме деп әкесінің
сөзін қостап күләнда да төлегенге ақыл айтты. Сөйлемді тексереміз. Сен де тиме деп әкесінің сөзін қостап, күләнда да төлегенге ақыл айтты. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Қызының осы сөзі қамшы болды да, Нұрмолда адамның досына қайта қарады. Жазамыз. Қызының осы сөзі қамшы болды да Нұрмолда адамның досына қайта қарады. Сөйлемді тексереміз. Қызының осы сөзі қамшы болды да, Нұрмолда адамның досына қайта қарады. Келесі сөйлем. Өте бір нәзік жәндік, сәнді, сұлу құс, бауыр жүні аппақ, шымқай қара, ала мойын, айыр құйрық. Жазамыз. Өте бір нәзік жәндік, сәнді, сұлу құс, бауыр жүні аппақ, шымқай қара, ала мойын, айыр құйрық. Сөйлемді тексереміз. Өте бір нәзік жәндік, сәнді, сұлу құс, бауыр жүні аппақ, шымқай қара, ала мойын, айыр құйрық. Келесі сөйлем. Дауысы шық-шық етеді. Жазамыз. Дауысы шық-шық етеді.
Сөйлемді тексереміз. Дауысы шық-шық етеді. Келесі сөйлем. Темір қалақтай жұп-жұқа қанаттары сусылдап, бірде-бір тыным таппайды. Жазамыз. Темір қалақтай жұп-жұқа қанаттары сусылдап, бірде-бір тыным таппайды. Сөйлемді тексереміз. Темір қалақтай жұп-жұқа қанаттары сусылдап, бірде-бір тыным таппайды. Келесі сөйлем. Ұя салып болғанша тыныстар емес. Жазамыз. Ұя салып болғанша тыныстар емес. Сөйлемді тексереміз. Ұя салып болғанша тыныстар емес. Келесі сөйлем, соңғы сөйлем. Алматыда салынып жатқан темір құрсаулы, жер сілкінуге төзімді үйлер сияқты шырмап, өрелеп жатыр. Жазамыз. Алматыда салынып жатқан темір құрсаулы жер сілкінуге төзімді үйлер сияқты шырмап өрелеп жатыр. Сөйлемді тексереміз. Алматыда салынып жатқан темір құрсаулы, жер сілкінуге төзімді үйлер сияқты шырмап, өрелеп жатыр. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын, содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, каналға тіркелгендеріңізге көп-көп рахмет. Қарлығаш адамның досы. Бала балалығын істеді. Қарлығаштар үйге ұшып келгенде, орнынан атып тұрып, қуып жібермек болды. Нұрмолда оны ұстап қалды да, жай ғана бөксесіне соғып жіберді. Төлеген жалт қарады. Қарлығашқа тиюші болма, үркітпе де, тиме де. Ол да мына сен сияқты балапан өсіреді.
Қарлығаш деген адамның досы, адамға жақын, өте жақсы құс. Оған ешкім тимейді, сен де тиме деп әкесінің сөзін қостап, Күләнда да Төлегенге ақыл айтты. Қызының осы сөзі қамшы болды да, Нұрмолда адамның досына қайта қарады. Өте бір нәзік жәндік, сәнді, сұлу құс. Бауыр жүні аппақ, шымқай қара, ала мойын, айыр құйрық. Дауысы шық-шық етеді. Темір қалақтай жұп-жұқа қанаттары сусылдап, бірде-бір тыным таппайды. Ұя салып болғанша тыныстар емес. Алматыда салынып жатқан темір құрсаулы, жер сілкінуге төзімді үйлер сияқты шырмап, өрелеп жатыр.